Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Енді бір мәселе жайында талайдан бері сіздермен бір ой бөліскім келген. Бүгін айтайын деп отырмын. Осы ұлымның кішкентай кезінде, ол 4 жас кезінде осылай кетті. Одан кейін ол кезде қызым 2 айлық кезі болатын. Біз қызым екеуміз жарым жылдан кейін келдік. 8 айлық кезінде келдік. Сонымен сол кезде ұлым енді сәл жарым жылдай бізбен алыста болғаннан кейін сәл-пәл жатырқаңқырап солай болып қалыпты. Сонымен енді сол кезде бір уақиға болған. Қызым енді жүрейін деп былай талпынып, тамға былай шығып ұстап деген секілді түрегеліп солай болып жүрген. Сонымен бір күні қызым жығылып қалды. Ағасы жанында тұрған, жығылып қалып еді. Мен барып едім, ұлым маған қарап, мен емеспін мама, мен итермедім деп сөйтті. Сонымен мен бейнесіне қарап өзім біртүрлі жаным ашып кетті да. Соны отыра қалып, сол кезде ұлымды құшақтап бетіне сүйіп айттым: жоқ балам, сен итермедің, мен көріп тұрмын, сен итермейсің ғой, сен қарындасыңды аялайсың, ол өзі жығылып қалды, өзі жылап жатыр деп солай дедім. Енді сол кезде өзім ойлап қалдым, біз көп жағдайда байқамай осы үйдің үлкен баласына көп ауыртпашылық салып қоямыз. Болмаса кішкенені аялаймыз, енді кішіні аялайық деп ойлаймыз ғой, енді ол көп нәрсе білмейді дейміз. Аялаймыз, көп еркелетіп қоямыз да, үлкеніне сәл теңсіздік жағдай болып қалады. Одан кейін сол туылған кішкентай баланы үлкен балаларға ой ұстама, қолын ауыртасың, ол кішкене әлі деген секілді оны алшақтатамыз. Өзіміз алшақтатып жібереміз, өзінің бауырынан болмаса қарындасынан. Енді ода тұрған түкте жоқ деймін, алдына отырғызып, құшақтатып, қайта сенің қарындасың, сенің бауырың, ол сені қиын жақсы көреді деген секілді, сен жақсы көріп жатыр, саған қарап жатыр деген секілді сөздерді айтып, бір араларын, қатынастарын жақындатсақ болу керек қой деп ойлаймын. Одан кейін осы кеше де бір уақиға болды. Екеуін алып шығып ойнаттым, андай сырғымақтан, слайдер дейміз ғой, сырғып ойнайтын. Содан барып ойнап жүріп, енді Арлан үлкендеу, ұл бала болғаннан кейін жүгіріп, тез-тез баспалдағынан шығып, ағып түсіп, солай тез-тез ойнап жүрді. Сонымен қызым енді кішкентай, ол қарап тұрып, мен солай тез ойнай алмадым деп өзі абыржып жылады. Жылап, сонымен ағасына сен мынадан ойнама, сен ар жағындағы биігінен ойна, сен үлкенсің деп ағасына солай қиғылық салды. Сонымен сен анадан ойнауың керексің деп жылап, ойнамай сол жерде тұрып алды. Сонымен ағасы қайтерін ұқпай кетті енді. Қалай қыларын ұқпай. Сонымен мен айттым: балам, сен ойнай бере ғой деп. Ойнай бере ғой дедім да, өзімді сабырға келтіріп, қызымның жанына келіп, қызым айттым: балам, бұл ағып, сырғып, нап ойнайтын нәрсе тек біздікі ғана емес, тек сенікі ғана емес. Сен ғана ойнамайсың. Мүмкін сенің ағаңның орнында басқа бір бала болады. Басқа бір бала ойнап жүрсе, сен соған сен анадан ойна, сен мынадан ойнама деп айта аласың ба? Айта алмайсың. Сол үшін ағаң да осыдан ойнағысы келіп тұр. Ол анадан ойнағысы келіп тұрған жоқ. Біз бір-бірімізге құрмет етейік. Қатармен ақырын-ақырын келейік. Ағаң тез болса, сен де тезірек бол. Тез-тез жүгіріп шығып, ағып түсіп, солай екеуің кезек-кезек ойнасаңдар, қандай көңілді болады. Мен саған көмектесейін дедім де, қызымның қолынан ұстап бірге жүгірген едім. Ол көңілді болып бірге жүгірді. Жүгіріп екеуміз бірге баспалдағынан шықтық. Ол ағып түсті, одан кейін ағасы ағып түсті. Сонымен сондай көңілді бір жағдай болды. Қызым да жылауын тоқтатып, қуанып, ойнап, артынан кетіп бара жатқан кезде ағасының қолынан ұстап, аға кешір, менікі қателік деп солай айтып жатыр. Енді жүрегім сондай жылынды сол кезде. Сол үшін біз ата-аналар көп ми жұмсауымыз керек. Осындай жағдайларда мысалы қалай төтеп береміз деген секілді. Біз көп жағдайда мүмкін жылағаннан кейін басымыз ауырып кетеді. Болмаса абыржып кетеміз. Соның кейін айта саламыз: сен барып анадан аға сашы деп үлкеніне. Үлкенсің ғой, білесің ғой, ар жағынан аға сашы болды, мына қарындасың ақсын деген секілді. Бірақ олай істесек, ол үлкен балаларға өте теңсіздік. Ана кішкенесіне, менің айтқаным дұрыс, менің айтқаным ғана дұрыс, менікі істеледі деген секілді зомагерлік сондай бір нені қалыптастырып қоямыз. Сол үшін сол жағына көңіл бөлу керек пе екен деп ойлаймын.